Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік веточканы 10 минуттың ішінде жасап үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар 0,3 мм проволока, треводной инструмент қажет болады және осындай страза пришивный және жемчугтар қажет болады. Жемчугтың размері 5 мм. Ең алдымен жұмысымызды проволоканы примерно 50-70 сантиметрдей кесіп аламыз. Содан бастаймыз. Проволокамызды кесіп алдық. Енді бізде стразаның екі тесігі бар, жоғарысында және төменгісінде. Ең алдымен проволоканы төмендегі тесігінен өткізіп аламыз. Сосын бұрылып, жоғарғыдағы тесігінен проволоканы өткізетін боламыз. Және осылай тартып, стразаны проволоканың дәл ортасына алып келіп орналастыратын боламыз. Стразаны дәл ортасына орналастырып алдық. Енді жоғарғы бөлігін төменге қарай қайыратын боламыз, яғни артына бұрап. Дәл осылай бір қолымызбен стразаны, ал екінші қолымызбен проволоканы тартып орайтын боламыз. Примерно осындай ұзындықта проволоканы орап алдық. Енді екінші стразаны орналастыратын боламыз. Екінші стразаны орналастырған кезде біз төменгі жағынан шамалы ұзындықта орнын қалдыратын боламыз. Енді келесі біз жемчугті алып орналастыратын боламыз. Дәл осылай видеода көрсетілген реттілікпен жұмысымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Мен осындай стразадан 9 штук қолдандым.
Егер де ұзын қыламын десеңіз, көбірек қолдансаңыз болады. Мен арнайы кішкентай веточка жасап жатқандықтан өзім қалған мөлшерде қолдандым. Және бізге осындай веточкадан екеу қажет болады. Біреу ұзын, ал екіншісі қысқа. Міне қыздар, біреу ұзын, біреуін қысқа қылып жасап алдым. Біреуінде 9 страза, ал екіншісінде 5 страза. Енді осы екеуін біріктіретін боламыз. Веточканың аяқталған бөлігінен, яғни стразамен аяқталған бөлігін екеуін бір-біріне осылай айқастырып аламыз. Сосын екеуін ұстап, проволоканы жақсылап орайтын боламыз. Осылай орап алдық. Енді круглый цидың көмегімен осындай кольцо жасап алатын боламыз. Біздің веточканың аяқталған бөлігі болып табылады. Осылай кольцо жасап алдық, ал артық бөлігіні кесіп алып тастаймыз. Міне бізде осындай веточка шықты. Енді осы веточканы өзіміздің қолымыздың көмегімен форма беретін боламыз. Яғни қалаған форманы ары-бері майыстырып жасасаңыздар болады. Міне достар, біздің 10 минутта дайын болатын веточкамыз дайын болды. Бұны шашқа таққан кезде өте әдемі көрінеді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және осындайдан тағы да жасап, екеуін парный веточка қылып жіберсеңіздер де болады. Егер сізге видео ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Және каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.